Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен түріктің өте атақты тоқаштары ачма, поча және симит атты тәтті тоқаштарының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздермен бірге Гүлназ. Ең алдымен барлықтарыңызға белгілі симит тоқашымен бөліскім келіп отыр. Бұл тоқаш көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады және де сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Симит тоқашын дайындау үшін ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды, ашытқымызды, тұзымызды, қантымызды және де жылы суымызды құямыз. Және осы қоспаның үстіне ұнымызды салып, барлығын қолымызбен eze отырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Түріктердің қамыр илеу техникасы осылай қолыңызбен eze отырып, ішіндегі барлық құрамындағы ингредиенттерді қолмен араластыра отырып илеу. Яғни осылай үстінен баса отырып, орташа тығыздықтағы қамырды илейтін боламыз және дайын болған қамырымызды бетін жауып қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша симитті салып алатын сиропымызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның белогы және де 2 ас қасық бал және 100 грамм су құйып, барлығын араластырып бір жаққа қоя тұрамыз. Сиропымызды дайындап алғаннан кейін симиттеріміздің сыртына арналған күнжутты дайындайтын боламыз. Ол үшін қызып тұрған табаға күнжутымызды салып, қызарып, сарғыш, яғни қызғылт тартқан әдемі түс болғанға дейін қуырып аламыз. Міне біздің күнжуттарымыз осылай әдемі болып түске енді. Осы кезде табадан алып, бөлек бір ыдысқа салып қоямыз. Біздің симитіміздің де қамыры көтеріліп дайын болды. Көріп тұрғандарыңызда өте әдемі болып көтерілді. Енді осы қамырымызды теңдей етіп 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырларымыздың барлығын бөліп алғаннан кейін күлшелеп және шетінен симиттің формасын беретін боламыз. Видеода көріп тұрғандай етіп жасайсыздар. Осылай формасын жасап алғаннан кейін дайындап қойған сиропымызға симиттерімізді бірінші салып аламыз. Содан кейін барып күнжутқа толығымен асты үсті, яғни толық күнжут болғанға дейін күнжутымызға аунатып аламыз. Осылай толық аунатып болғаннан кейін кезектестіріп барлық симиттерімізді де дәл осылай қайталап шығамыз. Бірінші сиропқа, одан кейін күнжутқа және де алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Біздің піскен симиттеріміз осындай болады, өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте ачма тоқашын дайындаймыз. Ачма тоқашы да өте ерекше болып шығады, ішіндегі начинкасы нутелламен. Ачма тоқашы үшін алдымен ыдысымызға ұнымызды салып аламыз және де ашытқы, тұз, қантымызды саламыз және бөлме температурасындағы майымызды салып, тағы да осылай түріктердің қамыр илеу технологиясы бойынша илейміз және де соңғы кезекте сұйық майды және суымызды құямыз. Барлығын қолымызбен осылай езе отырып, тұзды, қантты еріткенге дейін қолмен баса отырып, жақсылап орташа тығыздықтағы қамыр илейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды осылай үстінен баса отырып, яғни езе отырып қамыр илейміз. Енді осы дайын болған қамырымызды ыдысымызға салып, бетін жауып, көтерілгенге дейін тағы да қалдырамыз. Біздің ачма тоқашымыздың қамыры көтеріліп, әдемі болып дайын болды. Енді осы қамырымызды алып, теңдей 4 бөлікке бөлетін боламыз. Қамырларымызды бөліп күлшелеп алғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп, ортасына начинкасын салып, формасын жасауға кірісеміз. Бұл тоқаштың начинкасы үшін бізге балалардың сүйіп жейтін шоколадты пастасы нутелланы қолданатын боламыз. Ортасына нутелланы жаққаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп, тағы да шиыршықтап орап жібереміз. Яғни осындай бізге шиыршықтап оралған кальцо, яғни сақина сияқты қамыр пайда болуы керек.
Барлық тоқаштарымызды жасап алғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз және де алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 25 минутта пісіріп аламыз. Біздің өте дәмді ачма тоқаштарымыз дайын болды. Келесі кезекте түрік тәттілерінің ерекше тоқаштарының бірі поча тоқашын дайындайтын боламыз. Бұл жерде начинкамен жасалатын тоқаш өте ерекше әрі нәзік болып шығады. Дәмі де ерекше болады. Жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен алдағы тоқаштардың технологиясы бойынша барлық заттарымызды салып аламыз. Барлық затты құрамын, яғни рецепттерді видеоның астындағы описание бөліміне қалдырып өтемін. Құрғақ заттарды осылай араластырып алғаннан кейін үстінен суымызды құямыз және бір жұмыртқамызды саламыз және де сұйық майымызды құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл қамыр бізде жұмсақтау болып шығады. Осылай қамырымыздың басын толық біріктірмей тұрып, сары майымызды көбіктеп турап алып, қамырымызбен қолмен езе отырып, майымызбен қамырды араластыратын боламыз. Содан кейін барып бізде біркелкі қамыр пайда болады. Егер қолыңызға жабысып жатса, үстіне аздап ұн себуге болады. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, жылы жерге көтерілгенге дейін қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша ортасына салатын начинкасын дайындаймыз, яғни салмасын. Ол үшін творожный сыр мен сахарный пудра керек болады. Екеуін толық бір масса болғанға дейін осылай вилкамен араластырып аламыз. Біздің тоқашымыздың қамыры дайын болды. Дайын болған қамырды кішілеу 6 бөлікке бөліп алдым. Егер үлкендеу жасағыңыз келсе, ірі-ірі 4 бөлікке бөліп шығаруға болады. Мен 6 бөлік жасадым. Барлығын осылай кесіп, күлшелеп аламыз. Ары қарай формасын жасап, ортасына начинкасын салатын боламыз. Начинкамызды да артылмайтындай етіп, 6 бөлікке бөлсек, 6-ауына жететіндей толығымен салатын боламыз. Формаларын жасап болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз және де алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Осымен көрсетілген барлық тоқаштарды жасап болдық. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Барлық тоқаштар бірінен бірі өткен өте ерекше әдемі болып шықты. Жасап көріп, балапандарыңызды қуантыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлназ. Ас болсын.